Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен муравейник салатын дайындайтын боламыз. Толық рецепті описанияға жазып қалдырдым. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Каналыма жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен піскен тауық етін қолымызбен осылай ұсақтап турап, ыдысымызға әдемілеп салатын боламыз. Одан соң помидорымызды екіге бөліп, ортасындағы етін алып тастайтын боламыз. Бізге сыртқы еті қажет болады. Сыртқы етін ұзынша етіп турап аламыз. Туралған тауық етінің үстіне майонез жағамыз. Ұзынша етіп туралған помидорымызды үстіне қоямыз. Помидордың үстінен аздап тұз себеміз. Үстінен майонез жағамыз. Қиярды осылай үкіштен ұзынша етіп өткізіп аламыз. Қиярымызды осылай үстіне әдемілеп қойып шығатын боламыз. Үстінен тағы тұз сеуіп, майонез жағамыз. Енді ірімшігімізді осылай үкіштен өткізіп алатын боламыз. Ірімшікті үстінен саламыз. Картоптарды осылай үкіштен өткізіп алатын боламыз. Құрғақ ыдысымызға салып, үстінен салқын су құямыз, 5-10 минутқа қойып қоямыз. Енді салфетканың үстіне салып, құрғатып, кептіріп алатын боламыз. Қызып тұрған майда қуырамыз. Қуырылған картопымызды салатымыздың бетіне әдемілеп қойып шығатын боламыз. Осымен біздің муравейник салатымыз дайын. Барлықтарыңызға жасап көруге кеңес етемін. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар.